Батырлардың мекені, ақындардың мекені, туған жердің төріне қандай мекен жетеді. Балуандары бармақшы, салымға қолын салмақшы. Ел үшін туған бірерін, ел жұрты еске алмақшы. Иманды ұлың болған, ибалы қызың болған, армысың, қот мекен, қызыл қоғам. Осындай балуандардың ізі қалған, ақындардың сөзі қалған. Қасиетті де құт мекен қызыл қоғам топырағында, бүгін өзінің өмірлік жолында ауданымыздың ел дамуына сүбелі үлесін қосқан Ізғұлов Төкен ағамызды еске алуға арналған ел үшін туған ер атты қазақ күресінен батыс аймақтық турниріміз басталмақшы ағайын. Төкендейін әкеміз өтті өмірден, әр адаммен туыстай қатынаған, бір ғана мекемеге басшы болмай әлеуметті сыртынан бақылаған. Төкен атам еліне күн туғанда, етігімен су кешкен ой шіркін, батыр адам әрайдым, 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 әрайдым. Өр намыстан жаратылған бабасының батырлығы хан мен бойға таратылған Алатаудай алашымның Қаратаудай баласымын қастерлі алашымның қорғаймын барасылы қолдан бермес қазақтың баласымын қастерлі алашымның қорғаймын барасылын намысын қолдан бермес қазақтың баласымын сом білекпен намыс туын желбіреткен белдескеннің белін үзіп егескенін еңіреткен Алатаудай алашымның қайтпас қайсыр баласымын қастерлі алашымның қорғаймын барасылы қолдан бермес қазақтың баласымын қастерлі алашымның қорғаймын барасылы намысын қолдан бермес қазақтың баласымын қастерлі алашымның қорғаймын барасылы намысын қолдан бермес қазақтың баласымын қастерлі алашымның. Бүгінгі 66 килограмм салмақ дәрежесінде бірінші орынды жеңіп алған Майлашев Наурызбек, Қызыл қоғам Миялы. Байрағы автомашина, Лада Гранта автомобилі. Жүлделі бірінші орын Закараев Сұңғат, Қызыл қоғам Миялы. Байрағы автомашина, Лада Гранта автомобилі.
сымбатқа қошеметтеріңіз. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей Бәрекелді, сымбатқа қошеметтеріңіз ағайын. Жеті атамды жаттай алмай кетерем. Бүгінгі Төкен ағамызды еске алуған жарыста автокөлік иеленіп отыр. Өте қуаныштымын. Осы шараны жарысты ұйымдастырушыларға өте рахмет айтқымыз келеді. Осындай шаралар алда уақытта ауылда тағы да жалғас тапса деген ниеттеміз. Бүгін ауылымызда өтіп жатқан үлкен жарыс болды. Сол жарыста автокөлік өтіп, өте қуаныштымын. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Ана жарысты ұйымдастырып жатқан ел ағаларына бәріне рахметін айтам. Алла разы болсын.